Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендері. Мен бүгін күнтізбе жайлы ой бөліскім келіп отыр. Жалпы күнтізбенің түрлері енді өте көп. Хижра бар, үйлем бар, Григориан бар, Қытай календарі бар, он айда аяқталатын. Ал енді мен өзіміздің күнделікті қолданып жүрген Григориан күнтізбесіне тоқталғым келіп отыр. Бұл күнтізбе 365 күн және 6 сағатқа тең болады екен. Бұл күнтізбе 12 айдан тұрады. Және айлар апта күнге дегендей ғой. Енді осы жаңағы 365 күннің үстіндегі 6 сағат қолдануға ыңғайсыз болғандықтан оны есепшілер шегере тұрады екен. Яғни оны әрбір 4 жыл сайын, яғни 6-дан 24 сағат бір тәулікке тең болған кезде оны банағы ақпанның барлық уақытта ақпан 28-іне бітеді. Ал енді осы банағы 366 күн қылып, оның атын кібісе деп ат қойып аяқтайды. Кібісе жылы 366 күнде аяқталды деп. Яғни өткен ұлу 24-ші жыл кібісе жыл болды. Енді алда келе жатқан мешін 28-ші жыл. Ол да кібісе жылы. Яғни ақпан 29-нан бітіп 366 күнді құрайды. Енді қарап тұрсақ, банағы 12 ай дедік. 12 айдың да ол әртүрлі мезгілде күндері аяқталады. Бір ай, мысалы, жылдың басталатын қаңтар айы, жыл басы 31-ден бітеді. Ақпан болса 28-і, наурыз 31-і, сәуір 30-і дегендей. Осы нелер, айлар неге бір-біріне сәйкеспейді екен? 31 күн, 30 күн деп. Осыларды бір күні интернеттен зер салып қарасам, бұл бір ай 29 күн және 12 сағатқа тең екен. Егер 29 күн 12 сағатқа тең болатын болса, оны біз 12-ге көбейтсек, 29,5 көбейтеміз 12, бұл тең болады 354 күн. Мен ойланып жүргем, мына хижра календарі неге 354 күн деп. Сөйтсем, ол осылай етіп есептейді екен. Мен бүгін өзім сонымен жаңалық ашып отқан жайым бар. Енді аптаға келетін болсақ, апта болса бір айда 4 аптаға тең болу керек. Ал бұл жерде бір айда 4 емес, 4,5 көбіне. 4 апта, енді осылай әрбір ай әртүрлі күндерден банағы басталады. Яғни бір-біріне еш уақытта сәйкес келмейді. Осының әсерінен есепшілер жыл сайын календар, күнтізбе жасауға мәжбүр болады. Енді осыған мен аздап таңырқап жүргем. Сөйтсем, енді мен сияқты кей адамдар таңырқағанмен кейбір адамдар болады екен. Осыған кәдімгідей басын ауыртып, шашын ағартады дегендей. 1923 жылы Женева конгресінде осыны ойлайтын ғалымдар барлығы жиналып, осыны күн тәртібіне қойып, бәрін талқылапты. Талқылай келе осы календарды түзетеміз деп, банағы ғалымдар осы күні кешеге дейін неше түрлі ұсыныстарын жасаған екен. Ол ұсыныстың бас аяғы 400 болыпты. Бірақ та бірде-бір ұсыныс өтпепті. Содан Сайлыбай Бекболатов деген ағамыз осы календарды қайтадан, ол кісі академик кісі екен, қайтадан қарап бәрін түзетіпті. Яғни бұл жерде бұл кісі бір жылды 12 емес 13 айға бөліпті. 12 ай 28 күннен аяқталады, ал 13-ші ай наурыз 22-ші банағы біздің күнмен түтте келетін қазақтың жыл басы. Бұл 29 күнге тең болады екен. Сонда барлық апта дүйсенбіден басталып, жексенбіден аяқталады. Айда айтып отырған ғой, 4 апта 7 күннен дәлме-дәл келіп отырады. Яғни барлық датылы күндер ешқашанда өзгертіп керек жоқ. Бұл календар бір ақ рет жасайсың, сонымен болды.
Енді қайта бұны түзетудің, қайта жасаудың қажеті жоқ дейді. Сондықтан да бұл кісі қазақтың мәңгі күнтізбесі деп атаған екен. Бұл конгресстегі банағы жобадан өтіп, және өзіне патент алған екен. Енді ол да одан бері де бірталай жыл өтті, 20 жылдың шамасында өтті бұл кісінің ашқан жаңалығынан. Бірақ бұл әлі қолданысқа, айналысқа түсе қойған жоқ. Енді мен ойлаймын, егер де осы жаңалықты орыс, орман, шүршіт, еврей секілді басқа ұлттың өкілдері болатын болса, бұл баяғыда неге айналысқа түсіп, қолданысқа еніп кеткен болар еді деп. Ал енді біздің ағамыздың несі, жаңағы несі, календрі әлі қолданысқа түскен жоқ, өткен де жоқ. Бұл кісі айтады, бір рет жасайсың, сосын болды. Және 22 наурыз бұл тек қана қазақтың ғана төл мерекесі, мейрамы емес, бұны бүкіл әлем тойлау керек дейді. Себебі мен бұл календрді тек қазақтар үшін ғана жасаған жоқпын, бүкіл әлем үшін жасадым дейді. Себебі Григориан календрі қазір бүкіл әлем қолданады ғой. Осының орнына осы календрді осы кісі жасаған екен. Бәрін орнына қойып, ешқандай енді қайтып өзгеріс болмайтындай қылып. Қалай ойлайсыздар? Мен үшін енді бұл қызық. Егер сіздерге де қызық болса, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Ал енді сөзімді аяқтай келе айтпақшы ұмытып бара жатыр екенмін. Және бұл кісі айтады, бұл ағамыз, сан бірден басталмайды, нөлден басталу керек екен. Яғни сонда бұл нөлді 22 наурыз күнмен түннің теңелген мезгілінен бастап есептейді екен. Және де нөл деген санды ойлап, бұны айналысқа кіргізген мен емес, бұл бұрыннан бар. Линейка немесе рулетканы, болмаса мына калькуляторларды қарасаңыздар, мінекей бәрі де нөлден басталады дейді. Ал бұрынғы заманда бұндай нөлмен есептеу бұрын болмаған екен. 1, 2, 3, 5 деп, 4, 5 деп есептеле берген ғой. Ал енді айтпақшы, бұл ағамыз банағы айды, жылды 13-ке бөлу себебі, жер күнді айналғанда 13 шоқ жұлдыздың жанай өтеді екен. Айдаһар шоқ жұлдызын ешкім ескермепті дейді. Және осы айдаһар шоқ жұлдызын ескермегесін, және де ана нөлден басталмағаннан кейін біз 2000 жыл бойы осы календрді мен қателестік дейді. Енді түзейтін уақыт жетті. Бүкіл әлем үшін жасап бердім деп аяқтайды. Ал енді менің де әңгімем осымен тамам. Келе жатқан алдымыздағы жылқы жылы қайырлы да құтты болғай, әр шаңыраққа береке, шаттық, табыс сыйласын. Осы әңгімем қызық болса, және де көрер қызығымыз көп болай деймін.